Ассалаумағалейкум барша Dream League сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға тіркеліп лайк басып барынша қолдап жіберіңіздер достар. Сіздердің қолдауларыңыз менің жаңа видео шығаруыма себепкер болады, үлкен шабыт беретін болады. Сол себепті қолдауларыңызды аямаңыздар, жылы лебіздеріңізді жазып, лайктарыңызды басып отырыңыздар достар. Бүгін өте керемет матч болайын деп тұр. Бүгін өзбек бауырымыз Нефор ТВ деген маған ұсыныс жасаған болатын. Қазақ өзбек арасында бір вагер матч ойнаса қалай болады, подписчиктеріміздің арасында қызық болады деп. Енді мен оның ұсынысын әрине қабылдадым достар. Өте керемет матч болды. Соңына дейін тамашалаңыздар. Сіздерге өте қызықты болады деген ойдамын. Енді тек қолдауларыңызды білдіріп отырсаңыздар болды достар. Бұл видео Нефор ТВ каналынан да шығады. Ол бауырымызда өз YouTube каналына салуы тиіс. Енді сіздерге жақсы көрілім тілеймін. Олай болса мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. Ал міне достар, Нефор ТВ YouTube каналына қарсы матчымыз басталды міне. Мен негізгі құрамдағы ойыншыларым осы енді. Айтқанымдай көп ойнаған жоқпын. Осыған дейін бір матч ойнап көргенбіз, мен жеңіліп қалдым достар. Себебі мен Dream League ойнамағалы 3 айға жуық уақыт болған болатығын. Біраз ұмытып қалыппын ойынды негізі. Ал допты ойынға қостық, уже қателесіп жатырмын достар. Если жеңіліп жатсам енді айып етпессіздер. Кулибали алда қарай пас асырды. Бұл жерде Ван Дейк жету керек, я жетті. Канцелу. Мына жақта Канте, Мессиге пас, Месси. Сонға пас, Сон. Роналду, бірақ пас жетпей қалды, өте сүреңсіз пас болды мынау. Холланд доппен алға қарай жеткіп келе жатыр. Оң қапталда Винисиус шығып еді, бірақ жақсы, Хакими өткізбеді, пас. Және қапталға Сонға пас, тамаша пас кетті. Сон қапталмен жеткіп келе жатыр. Жабық, алдында әріптестері жоқ, тамаша пас жеткізбеді, Канте тебе алмайды алыстан. Канцелу, Мессиге пас, Месси сол аяқпен тепкізбеді достар. Мүмкіндік бермеді, тебейін деп едім. Винисиустан доп тартып алуымыз керек. Казимиро жарайсың. Бірақ пас беруде қателестік достар. Өте қобалжып жатырмын. Көп болды ойнамағалы. Бір жағынан бұл намысқа тырысып ойнайтын матч болғаннан кейін өте қобалжу болып жатыр енді. Мбаппе бұл жерде гол өткізіп алды, өкінішке орай достар. Айтып тұрмын ғой, ойнамағалы көп болған қиын болып жатыр, кәдімгідей үйренісіп қайттан. Так, Ван Дейк алға қарай батырған пас. Бұл жерде енді басымыз өтпей қалды енді. Тым болмаса тең ойынға тырысамыз. Ой, мына жерде ойын ережесі бұзылды, я. Қарсыласымыз мықты ойнайды екен енді, сөз жоқ. Месси айып тобынан соққы бақтады және гол достар. Өте керемет гол. Мессидің голы. Автогол деп белгілеген екен бұл жерде енді. Тамаша соққы, тамаша гол достар, есептен естірдік. Өшкен, сөнген үмітті қайта жақты Месси. Қазір Европадан кетіп қалды енді бұл жігіт. Енді бізге гол жібермеу керек, тек алға қарай жылжу керек бізге. Ван Дейк, Холланд өткізбеу керек. Сенімділік пайда бола бастады өз-өзіме деген. Так, бұл жерде пас беруден тағы қателесіп қалдым. 1 минут қосқан екен. Так, Канцелу, Роналду тепті және Алисон Бейкер өз орнында. Әрине бұндай соққыларды қайтара алады ол. Алыстан бақтыған енді бұрыштамадан жіберіп алмау керек біз. Жақсы шығардық. Бірінші тайм осымен аяқталды. 1-1 есебен екінші таймға кетеміз достар. Екінші тайм міне дегенше басталып кетті. Ойын басталды, таяқ жерге тасталды. Так, ойыншылар тез шаршап болатын болыпты. Канцелуға пас, қапталмен. Мен тек қапталмен ғана ойнай аламын достар. Так, бұл жерде соңғы тамаша пас қалдырып кетті. Сонның әуелет асырған пасына бірінші жетті және де. Бірақ бұл жерде Алистің өз орнында. Мессидің әуелете асырған пасы. Бірінші Варан жете алам екен, жетті және соққы, бірақ Алистің тағы да өз орнында достар. Өтте тартысқа толы матч болып жатыр. Месси сол аяғымен тағы да пас асырды және бұл жерде Варан жете аламы? Және соққы гол достар.
Криштиану Роналду бұрыштамадан тамаша гол соқты. Өте керемет соққы, жойқын соққы. Есеп 2-1. Тіфәй деп қояйық достар. Тіл көзіміз тасқа. Роналду доп тамаша тартып алды. Роналду қапталға пас. Бұл жақта Дибала. Бірақ Дибала допты көп ұстап қойды өзінде. Көп созып алды. Енді бізде қорғанысқа мықты ойнау керек. Бұл жерде пас беруден тағы қателік кетіп жатыр. Және Алисон Бейкер допқа бірінші жетті. Бұл жақта енді пас беруден қателесіп жатырмыз достар. Так, Роналду қапталға, соңғы пас, қапталда Дибала ашық. Дибала. Бірақ, мүмкіндік бермей жатыр. Так, ойыншы ауыстырады. Мына жерде Салахты шығарамыз. Мбаппені шығарамыз. Және де Винисиус Джуниорды шығарамыз достар. Одан кейін қорғанысқа шығаруымыз керек. Бізге ойыншылар керек қорғанысқа. Так, мен қорғаушыларым қайда кеткен. Так. Міне. Так, қазір қайттан үлгермей қалдық. Сасқалақтап. Мына жерде, міне Тео Эрнандес болды. Так, интернет қатып жатыр достар. Жостқа қатып жатыр интернет. Немене ол күтті мынау? Қатып қалды. Енді нормально болды. Бұндай матчтарда қатпау керек интернет. Алға қарай асырған пас. Бұл жерде, бірақ қорғаушыға қысым жасайын деп едім, болмай қалды. Соған қапталмен жүйткіп келе жатыр. Айбалаңнан асырған пас, бірақ Ван Дейк бірінші жетті. Жарайсың Ван Дейк, және қапталмен шауылдаймыз. Салах. Жылдамдығы өте тамаша бұл ойыншының. Салах бір айналып алды да қарап алды. Мбаппе ашық бұл жерде. Бірақ Мбаппеге қарсы айып добы. Ойын ережесі бұзылды. Давай Месси сиқырлы соғыл аяғымен бағыттаған соққы, бірақ өте әлсіз болды. Өте әлсіз соққы болды, және алыс болды өте. Оның үстіне ыңғайсыз позиция болды. Мына жақта Мбаппе жылдамдығы өте тамаша, бірақ өте орашолақ берілген пас болды мынау. Бірақ қателесіп жатырмыз, енді қателеспеуіміз керек. Ван Дейк, Варан, давай. Варан. Мүмкіндік бермеңдер, жарайсың Хакими, және де біз бұл матчта жеңдік достар. Өзбек бауырымызға алғысым шексіз, осындай керемет матч үшін. Матчтың үздік ойыншысы Лионель Месси, көріп тұрғандарыңыздай. Енді өте қуаныштымын бұл матчта жеңгеніме. Қарсыласым өте мықты болды. Тағы қандай танымал ютуберлерді білесіздер достар, комментария жаза кетсеңіздер болады. Шетелдік ютуберлермен ойнасақ негізі қызықты болатын секілді. Енді тағы да өзбек бауырларымыз болса ойнайтын боламыз. Енді сіздерге хейт етіп өзбек бауырларымызға қарсы анау-мына пікір жазбай қоюларыңызды сұраймын. Бұл жай жолдастық матч болды. Енді өмір алма кезек дейді ғой, кейде ол жеңеді, кейде мен жеңем дегендей. Келесі ойында мен ұтылып қалуым мүмкін дегендей, сол себепті. Енді ешкім ештеңе гарантия бере алмайды ғой. Енді матч үшін Нефор ТВ-ға алғысым шексіз, керемет матч болды. Енді сіздерге де рахмет, соңына дейін көрсеңіздер. Алла разы болсын. Міне осындай құраммен жеңдім. Месси өте тамаша ойнады. Жартылай қорғаушы ретінде, шабуылдаушы жартылай қорғаушы позициясында. Мен жалпы осы схемамен ойнаймын енді. Жалпы осы достар, енді комментарийға ойларыңызды жаза кетіңіздер. Матч қызықты болды ма, қалай өтті? Енді алдағы уақытта тағы да қызықты видеолар түсіруге тырысатын боламын. Әзір уақытым бар кезде жұмыстан кейін келіп осы түсіріп отырған уақытым шығарып түсіріп отырған осы, міне жұмыстан келдім бағанадан кейін. Енді сіздерге матч үшін Нефор ТВ-ға тағы да алғысым шексіз, сіздерге көргендеріңіз үшін тағы да алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар достар.